Бәріне сәлем, менің атым Алия және бүгінгі сабақта біз функциялардың анықталмаған интегралдарды және табу ережелерін өтеміз. Жалпы бізде анықталмаған интеграл дегеніміз ол белгілі бір функцияның алғашқы функциясын табу процесі. Егер де біз туындыны таба алсақ, табу жолын білетін болсақ, онда біз оның интегралын алғашқы функциясында таба аламыз. Мысалы, бізде туындыда санның туындысы бізде нөлге тең. Ал егер де біз осы нөлді интегралдасақ, ол бізде белгілі бір санға тең болады. Және де мысалы x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4-тің туындысын табатын болсақ, онда 4 бөлінген 4 деген ол бізде 1 бөлінген 4 жай ғана сан көбейту x-тің 4 дәрежесі. Бізде туынды тапқан кезде ол алдына түседі және бір дәреже алдына түсіп бір санға келмейді. Сонда 4x куб. Сонда 4 пен 4 қысқарып, жай ғана x куб қалады. Интегралда, мысалы, осы x кубтың интегралын табатын болсақ, бізде бірінші формула бойынша x-тің дәрежесі бір санға өсіп, сол санға бөлінеді. X-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 плюс c. Плюс c ол бізде әрқашан болады, себебі бұл анықталмаған интеграл. Және де, то есть, бұл бастапқы қалпына келді да, олар бір-біріне қарама-қарсы кері болып келеді. Енді бізде екінші формулада ax-тің дәрежесі, аның x дәрежесі. Мұнда бізде аның x дәрежесі бөлінген ln a, x-ті x болып қала береді. Бір бөлінген x-тікі ln x. ln x-тің біз туынды алсақ, ол бізде бір бөлінген x, ал интегралдасақ, онда ln x болып қалады. Синус x-тің, мысалы, бізде косинус x-тің туындысын табатын болсақ, ол бізге минус синус x қой. Сонда біз синус x-тан алғашқы функция алатын болсақ, ол бізде минус косинус x болады. Косинус x-тікі синус x, тангенс x-ті біз дәл солай туынды алатын болсақ, онда ол бізде бір бөлінген косинус квадрат x. Котангенс x-та да солай, біз котангенс x-ті туындыға алатын болсақ, ол бізде минус бір бөлінген синус квадрат x. То есть, оны бір бөлінген синус квадрат x-тан алғашқы функция табатын болсақ, онда ол бізде минус котангенс x болады. Және де, мұнда тұрған түбірасты x, интеграл түбірасты x dx. Түбірасты x, ол бізде x-тің 2-ден 1 дәрежесі ғой. Сонда бізде формула бойынша бір санға артып, сол санға бөлінеді. Ол бізде плюс 1. Бізде дәрежелер қай кезде қосылады? Егер айнымалы бірдей болса, айнымалылар бірдей және өзара көбейтіліп тұрса, онда қоссақ 3 бөлінген 2. Сонда x жай қалады. X 2-ден 1 ол бізде түбірасты x. 2-ден 3 аударылып 3 бөлінген 2 болады. Осылай. Және де 10-шы формулада бізде егер де біз x-тан туынды алатын болсақ, ол бізде 1-ге тең. Значит, 1-ден алғаш функция алсақ, ол бізде x-ға тең болады. Енді бізде бірнеше ережелер бар. Мысалы, біріншіде бізде егер де интеграл fx қосылған gx десек, бізде мұнда екі функцияның қосындысы немесе айырымы берілетін болса, онда біз әр функцияны жеке интегралдаймыз. Интеграл fx dx плюс минус интеграл gx dx. Мысалы, бізде интеграл x қосылған косинус x деп алсақ, бізде мұнда интеграл x әрқайсынан жеке аламыз ғой. Қосылған интеграл косинус x dx. Сонда бізде x-тің алғаш функциясы ол бізде 1,
қосылған косинустікі минус синус x плюс c. То есть 1 минус синус x плюс c. Екінші жағдай, ол бізде егерде интегралда белгілі бір функция k-ға көбейтіліп тұрса, k дегеніміз ол белгілі бір сан x. Сонда бұл сан интегралдың сыртына шығарып жібереміз оны, и осы функцияның алғашқы функциясын табамыз. Мысалы, интеграл 5 косинус x десек, онда бізде 5 интегралдың сыртына шығып, біз жай ғана косинус x-тің алғашқы функциясын табамыз. Сонда 5 көбейтілген минус синус x плюс c. Үшінші жағдай, ол бізде интеграл f функцияның ішінде ax қосылған b тұрса. Онда бізде 1 бөлінген a и f ax плюс b функциясы. Мысалы, былай берілсін бізге. Интеграл синус 5x қосылған 7 dx. Мұнда бізде 5, ол бізде x-ің қасында көбейтіліп тұр ғой. Сондықтан ол бізде 1 бөлінген болып кетеді. 1 бөлінген 5 синустікі минус косинус x. Минус косинус, и ішіндегісі дәл солай қалады. Қосылған